Сәлеметсіздер ме? Каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен осындай дәмді кекстің рецептімен бөлісемін. Өте дәмді болып шығады. Бір жасағаннан сәтті болады. Жұп-жұмсақ, өте дәмді жасап көруге кеңес беремін. Каналыма тіркеліп, подписка басып, қоңырауды басып қойыңыздар. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге керегі разрыхлитель, ұн қопсытқыш, жұмыртқа, қант, су май және сүт, сосын ұн қажет болады. Алдымен 3 жұмыртқамызды жарып аламыз. Жарып алып, кішкене миксерлейміз. Енді аз-аздан қантымызды қосып миксерлейтін боламыз. Қантымыз әбден ішінде ерігенше миксерлейтін боламыз. Қантымыз еріді. Енді сұйық май құятын боламыз, аз-аздан қосып отырып миксерлейміз. Енді сүтімізді қосамыз. Сүтімізді қосып, жақсылап миксерлеп, араластырып аламыз. Енді миксерді бөлек қойып, ұнымызға разрыхлителімізді қосып, біріктіріп, ұнымызды араластырып аламыз да, шетінен қосып отырып, сұйықтығымызға қосып, ұнымызды араластырып, біріктіреміз. Мен лопатканың қасықтың көмегімен осылай араластыратын боламын. Сіздер миксер қолдансаңыздар болады. Мен кішкене ұнмен осылай маған лопатканың көмегімен оңай болғандықтан осылай лопатканың көмегімен бірінші араластырып аламын да, сосын тағы да кішкене миксерлеп жіберемін. Мына кішкене миксерлеп жібереміз, сонда ешқандай үртіктер болмайтын болады. Біркелкі болады массасы. Осымен дайын болды. Енді миксерімізді бөлек алып қойып, енді осындай силиконовый ыдыстарымызға кекстің әрқайсысына 2 ас қасықтан құятын боламыз. Менде бұл жерде 12 штук, барлығын осылай толтыратын боламын. Арасына сгущенка салуға болады, шоколад салуға болады, мейіз салуға болады. Енді о жағын өздеріңіз қарайсыздар. Мен кішкене шоколад салып жатырмын, осылай майда-майда. Міне осымен барлығын құйып болдым. Енді 180 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Осымен міне кексіміз дайын болды. Сондай әдемі, жұп-жұмсақ, дәмді болып шықты. Өте керемет болып шықты. Бір жасағаннан сәтті шығады. Жасауға кеңес беремін. Каналыма тіркеліп, подписка басып, қоңырауды басып, қолдап қоюларыңызды сұраймын.